Мені жақында ғана жаңа пәтерге көшкен құрбым қонаққа шақырды. Мен қуана келістім. Өйткені оны көрмегелі айдың жүзі болды. Біздер отырдық, сөйлестік. Ал оның мысығы менің үстімде ұйықтап жатты. Бір кезде үстел үстінен өзімен өзі стакан құлап түсті. Бірақ біз оған мән бермедік. Жарты сағаттан кейін бұл жағдай тағы да қайталанды. Бірақ біз бұны бір-бірімізді қорқытып жатқан шығармыз деп ойладық та, тағы да мән бермедік. Алайда құрбым өзін нашар сезіне бастағанын айтты, және үйде домовой бар екенін ескертті. Мен қатты шыңғырып жібердім, бірақ сабама түстім. Түнде келеңсіз жайттар орын ала бастады. Құрбым ұйықтап қалды, ал мен әлде ояумын. Түнгі сағат 3 болды, мен әлде ұйықтай алмай жатырмын. Бір кезде біздің жатқан бөлмеге келе жатқан аяқ дауысы естілді. Мен бірден көзімді тас жауып көрпе астына тығылдым. Дәл жанымда маған қарап дем алып отыр. Мен оны анық сезудемін. Солай құрбым оянғанға дейін бұл жағдай жалғасты. Мен жылап құрбыма бұл туралы айттым. Ол маған кофе беріп, мені тынышталдырды. Және тағы да заттай құлай бастады. Мен құрбыма саған бұл үйден кету керектігін айттым. Бірақ та ол маған домовой бар екенін өзімде жақсы білетінін туралы айтты. Біздер бар білген нәрселерді істедік. Сүт, конфет қойдық. Келесі күні бәрі тынышталды. Бірақ алайда сол құрбым өзін біртүрлі ұстауда.